Моргта Мадинеге таласты олар. Мейтті алып кетеміз деп, жақсы жерден жер алып қойыппыз деп. Ол жеріңе өздеріңнің біреулеріңді көме салыңдар дедік біз. Сағат 3-те бір жерлемекші болған, бір күн бұрын қайтыс болған Мадинаны 3-те моргтан әкеп жерлеп тастамақшы болған. Сағат 5-те жерлеп тастамақшы болған. Содан кейін біз баратқанымызды естіген, сосын таңғы 7-ге жерлеп тастамақшы болған. Таңғы 7-ге де жерлеп тастамақшы болғандары жаңағы жасырмақшы болды да, теладағы сонша көгерген жерлер, ұрып өлтіргендерін деп ойлаймын да мен. Шахла екеуміз кірген кезде олар артымыздан кіріп, біз сіз кірмейсіздер, көрмейсіздер деді. Көрем, шығарып жібердім да есікті жауып, қызыңды көрдің бе десем, бұл екі әйел сүйеп әкелді, дұрыс көрмедім деді. Онда қорықпайсың ба дедім, жоқ деді. Ашып көрейік дедім. Аштық, бетін ашсам жаңағындай көк ала қой, бет аузын көрмейсің, көре алмайсың, мына жерлері көгеріп кеткен, беттері көгеріп кеткен. Сосын бұған айттым, барлық жерін ашып көрейік пе, қорықпайсың ба дедім тағы да. Көрем аяпа деді. Аштық, тұла бойы көгеле қой, аяқтары тырналған, қолдары тырналған, тырнақтардың арасы кір-кір жерде жанталасып неғылған болу керек, сүйреген болу керек, оны өлтіріп алды деп ойлаймын. Аяқтары тырналған, аяқтарының тырнақтары да кір-кір, шаштары сабан-сабан, шөп-шөп. Содан мен өзім тек бас жағын ғана фотоға алдым дағын, тұла бойыны алмай шығып кеттім. Мен қызым өліп кетіп отыр. Өліп кетіп отыр. Соған сен дәметіп еттің. Соған дадауыз. Сен жібердің соған. Сен өлтіріп отырсың. Сен қойдырмейсің ба балаңа? Қызыңа бір мейірім бермегенсің. Сен істедің соны. Машаллаха. Сен істедің соны. Чемоданын тауып бер маған, чемоданын. Шығардым. Шығарса, алып кетсін, мама, бәрін алып кетсін. Не істейсіз киімдерін алып кетсінші. Шығарса, алып кетсін, мама, бәрін алып кетсін. Не істейсіз киімдерін алып кетсінші. Түсірім. Басынып жүргендерін бәрін түсіріңдер. Тергеуді аяқталмай айыптар басталып. Жүр ғой. Аты жөніңіз кім сіздің? Сұрап ал бәрін. Мына журналистің атын шақырып аты жөнін бәрін жазғанды. Мынау әйел кім мынау? Үйреткі аяғымен басып кіріп жүрген. Үшеуі де кім білді? Бәрін жазыңдар. Тергеуді сыйламады. Сұхбат бергіңіз келмей ме? Біз екі тарапта тыңдағымыз келеді. Сұхбат бермеймін мен. Бізге айтылды. Тергеу бастап менің ойымша сұхбат бермейміз десе. Сіздің құқыңыз бар толықтан сұхбат беруге. Экспертизадан кетереміз. Қалай экспертиза? Біз сіздікінде тыңдайық. Сіздікінде халықта жеткізейік та халықта. Сізге бермеймін. Мен өзім шақырып қойдым, сол адамға беремін. Сіз өзіңіз журналист шақырып қойдыңыз ба? Қайда жүрдің? 2 жыл тұрды ғой осы жерде қызым. Өзбекстанда жүрді көбіне. Болмағанда тұрайсың, сенің құжаттарың жоқ. Өзбекстанда тұрайсың. Неге өтірік айтасың? Ұятсыз. Адам өлтіріп отырсың, ол кім ұятты, кім ұятсыз. Сен адам өлтіріп отырсың. Адам басына етіп отырсың. Мен адаммын, Құдайдың алдында ақпын. Сенің алдында ақ боласам да. Құдайдың алдында мен ақпын. Кереуге барды. Бағанда бұл кісілер жақтан шыға алмай. Есігім ашық тұрған жоқ. Ұрдың. Айдай қызым өлтіріп отырсың. Сен ұрдың мені. Ұрдың сен. Оламасаға мен қызым өліп кетіп отыр. Өліп кетіп отыр. Соған сен дәметіп еттің. Соған дадауыз. Сен жібердің соған. Сен өлтіріп соны. отырсың. Сен қойдырмейсің ба балаңа? Қызыңа бір мейірім бермегенсің. Сен істедің соны. Машаллаха. Сен істедің соны. Чемоданын тауып бер маған, чемоданын. Шығардым. Шығарса, алып кетсін, мама, бәрін алып кетсін. Не істейсіз киімдерін алып кетсінші. Енді бұлар тергеуді сыйлаған жоқ. Мына журналистің атын шақырып аты жөнін бәрін жазғанды. Мынау әйел кім мынау? Үйреткі аяғымен басып кіріп жүрген. Үшеуі де кім білді? Бәрін жазыңдар. Тергеуді сыйламады. Сұхбат бергіңіз келмей ме? Біз екі тарапта тыңдағымыз келеді. Сұхбат бермеймін мен. Бізге айтылды. Тергеу бастап менің ойымша сұхбат бермейміз десе. Сіздің құқыңыз бар толықтан сұхбат беруге. Экспертизадан кетереміз. Қалай экспертиза?
халыққа жеткізейік те халыққа. Жоқ, мен сізге бермеймін. Мен өзім шақырып қойдым, сол адамға беремін. Адам айтыңызға балқып бәйкелі бәйкелі шорман ералы мүсілі қартқырызына бағыштарын тоқын апам әділкел балқыбек келін ұрқына бағыштарына атам рыскелді Азамбек ұрқына бағыштарына атам бақытбек малгелді ұрқына бағыштарына ағам нұрперзент малгелді ұрқына бағыштарына басқа да дәметкен ағақтарына бағыштарына келіншегім Мадина Рашид қыздың ұрқына бағыштарына доққан жері тоқылы. Жалпы бүгін жерледіңіздер ғой. Жаназаға құда-құдағи келді ма? Жоқ, ешқайсысы келмеді. Неге? Қалай сіз енді денесін алып кеттіңіз ғой. Сол кезде арада бір кикілжің конфликт болды ма? Сіз айттыңыз ба? Күйеу бала өлтірді бұны. Өзі асылмайды деп. Айттым. Жоқ, олар қандай қиналып, жаны қиналып тұрған емес олар. Бәрібір болып тұр ма? Бәрібір болып тұр ғой оларға. Еще қызымның Зейнептің телефонына да жазып жіберген ғой, сөйлеп жіберген ғой. Не деп? Шығармай тұр интернетке, көнбағанша деп жай сөйлеп тұр ғой. Ешқайсысы не қылып жатқан жоқ. Жаны күйіп, қызым ақ көңіл еді. Жасы кетті. Күйеуі барни алып келген екен. Аванс алып барни алып келген екен, пачка. Сол пачканың ішінде бір несін алғанда, баласына ашып бергенде, екіншісін алып өзі жейін деп жатқан кезінде, жеп бір тістегеннен кейін күйеуі келіп, сен неге баланың тәттісін жейсің деген екен. Ой, сосын не болыпты? Мә деп берген екен. Сол кезде енесі келіп ұрсыпты. Сен не жейсің, неге күйеуіңе қарсы сөйлейсің деген кезде Мадина сөз қайтарған екен. Сол кезде күйеуі келіп, сен неге менің мамама сөз қайтарасың деп ұрған. Сол кезден басталған бір барни үшін. Басында сабан шашын жұлған, сүйреген денесін, арқасын шыбықпен ұрған, аяқтары сырылып қалған, арқасын шыбықпен ұрған іздер тұр. Басын тесіп саған ғой, тесіп жерген басын. Күйеуі өлтіріп, ұрып соғып өлтіріп, басын тескеннен кейін ол кінәні менен болмасын деп асып қойған ғой әйелін. Меркі аудандық полиция бөліміндеміз. Қасында әріптесім Жан Ахмадиев. Сіздер осы іс басталғалы өздеріңіздің блогтарыңызда айтып, және отбасына толыққанды көмектесіп, ақпараттық қолдау көрсетіп, және заңгерлік көмек көрсетіп жатырсыздар. Осы уақытқа дейін өзіңізге не белгілі болды? Осы уақытқа дейін белгілі болғанда біріншіден айтатынымыз, негізі Мадинаны бұл кісілер қайын жұрты 17 жасында алып қашқан екен. Білесіздер, ол біздің заңда адам ұрлау фактісі. Содан кейін 2 қабат болған жайлы жаңа анасы айтып жатыр, оны сіздерге қазір өзі айтып береді. Содан біз үйіне бардық жаңа. Қайын жұрты Мадиярдың үйіне бардық. Өйткені оған себеп болған Мадинаның анасы Шахло. Сол жақтан қызымның киімдерін алып кетем деді. Барсақ, киімдерді летний кухнясына шарпып тастаған. Бұл кісілер барып еді, скорый тұр екен, жаңа анасы ауырып жатыр екен, Мадиярдың. Бұл кісі кіріп еді, үйге кіргізбей, содан бұл кісіға киімдерін бермей қойды қысқасы. Неге десеңіз, біз қалың мал бергенбіз дейді. Біз қалың мал төлегенбіз, киімдерді сендер өкілмен алып кетіңдер дейді. Қазір енді біз полиция қызметкерлерін ертіп барып, арнайы барып, алып кетуге тырысамыз. Өйткені бұл жерде мәселе киімде емес, дүниеде емес, анасының бар арманы қызымның киімдерін ескесем дейді да, үйге алып кетем дейді. Баланы оны соттан кейін шешеміз, жаңа 8 айлық бала бар ғой арасында. Бала кімнің қолында қазір? Бала сол Мадиярлардың қолында. Кім қарап жатыр ол баланы? Білмейміз оны кім қарап жатқан. Көрсетпейді баланы. Баланы көрсетпеді. Жаңағы Мадиярдың өзі қайда? Мадияр жоқ. Мадиярға қазір мына жерде сұрадық полиция қызметкерлерінен, ол Мадияр тек қана статусы куәгер екен, куә. Әзірге куәгер. Куә, тек қана куә. Әлі статус бермепті, 105-те де, 105-пен іс қозғалды дейді. Сосын көршілерінен сұхбат алдық, көршілеріне айтып қалды. Ұрса енді ұрған шығар, еркек қой, ұрғанда да қатты ұрмайтын деген. Бұл осы әзірге ақпарат. Енді біз бұл істі соңына дейін апарамыз. Сіздер енді жерлеу рәсімі кезінде де болдыңыздар, иә? Енді неше түрлі ақпаратты, видеолар тарап жатыр, марқұмның енді көрер көзге өте ауыр. Жаңа анасы сіздер көрген шығарсыздар, асылып жатты, асылам деп бір видеоны тарады ғой. Иә, ол видеоны анасы айтады, менің қызым дейді. Ол асылатын болса, маған сәлемдеме айту керек қой адам деген.
сол үшін ол видеоны жалған деп айтып жатырмыз. Сіздер де таратып берсеңіздер, айтсаңыздар соны. Тым болмаса балам аманат қараңыз деген сияқты бір ауыз сөз болу керек өте ашық болған дейді Мадина. Ондай қадамға бармайтын еді, ақ көңіл абзал азаматша болған деп жаңа өзі айтып жатыр. Бұл жерде ол өкінішке орай осындай жағдай орын алды. Оны бәріміз бақылап біліп отырмыз. Бұл жерде ештеңке жариясыз қалмайды. Қазір таңда қылмыстық іс жүргізу кодексінің, сіздер заңгер болған кейін өзіңіздер білесіз, 201-ші талабына байланысты біз жария ете алмаймыз. Бірақ ештеңке жасырын қалмайды. Бірнеше тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр, тиісті сараптамалар жүргізіліп жатыр. Оның қорытындылары бойынша енді қылмыстық процестік процессуалдық шешім өзінің тиісті деңгейінде табылады. Ештеңке жариясыз қалмайды. Мен оған кепіл беремін, 100% ақиқатына дейін жетеміз. Мадиярға қандай статус берілді қазір? Ол куә ретінде. оқиға куәсі ретінде. Иә. Жалпы суреттерді көріп жатқан шығарсыздар, иә, Мадинаның. Енді ол жерде соққылар бар, көгерген, ана қыз, мен енді өзім ойлаймын, қашып бара жатқан кезінде тізесі сырылған. Енді бұл жерде сот медициналық сараптама тағайындалды, комиссиялық түрде де тағайындалды. Енді оны қорытындысын алғаннан кейін көреміз. Қоғамдық ортада бұл отқа резонансты біз көріп отырмыз. Бұл қоғамдық резонанс туындамаса да әр іс бақылауда. Бұл жағынан мен 100% кепіл беремін. Адами тұрғыда айта аласыз ба, жалпы қалай ойлайсыз, Мадина не себепті асылып қалды? Немесе оны біреу асылуға итермеледі ме? Бүкіл мән-жайлардың бәрі тексеріледі. Мен адами тұрғыда, басқа да тұрғыда бұл жерде жүрекпен де заңды бүкіл жағының бәрі объективті қаралады бұл жерде. Оны мен қазір ештеңе нақты айта алмаймын.